Үшінші сынып 52-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы бастауыш. 5-ші жаттығу мәтінді оқы. Киіз үй тарихымыздағы ең алғашқы сәулеттік құрылыс. Көшіп қонуға ыңғайлы. Киіз үйдің жалпы салмағы жиһаздарымен қосқанда 300-400 келіге жуық. Кереге, уық, шаңырақ, сықырлауық киіз үйдің негізгі бөлшектері. Кереге киіз үйдің негізгі қаңқасы болып есептеледі. Ол талдан, қайыңнан жасалады. Төмендегі сұрақтарға бірге жауап берейік. Бірінші сұрақ. Ата-бабамыз неліктен киіз үйді пайдаланған? Ата-бабамыз киіз үйді біздің көшіп қонуға ыңғайлы болғандықтан пайдаланған. Киіз үйдің негізгі бөлшектеріне нелер жатады? Киіз үйдің негізгі бөлшектеріне кереге, уық, шаңырақ, сықырлауық жатады. Үшінші сұрақ. Кереге неден жасалады? Кереге талдан, қайыңнан жасалады. Балалар, сұрақтардың жауабы түсінікті болса, келесі жаттығуды орындайық. 6-шы жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз. Киіз үй тігілді, адам төрге жайғасты, балалар далада ойнады. Қарамен жазылған сөздердің астын сызамыз, оларға сұрақ қояйық. Киіз үй не? Атам. Кім? Балалар. Кімдер? Бұл сөздер қимыл иесі болып тұрғанын байқа. Бізде бұл сөздердің барлығы үшеуі де қимыл иесі болып тұр. Киіз үй, атам және балалар. Қимыл іс-әрекеттің иесін білдіретін сөзді бастауыш дейміз. Бастауыш кім, кімдер, не, нелер, кімі, кімің, несі, нең деген сұрақтарға жауап береді. Ауылдан әкесі келді. Кімі келді? Әкесі келді. 7-ші жаттығу суретке қара. Сурет бойынша әңгіме құрап жаз. Жазған сөйлемдеріңнен бастауышты тап. Суретте құрылыс алаңында жұмыс қызып жатыр. Екі инженер жаңа үйдің сызбасын қарап тұр. Жұмысшылар ғимаратты тұрғызып жатыр. Алыста жүк көлігі құрылыс материалдарын әкеліп жатыр. Сөйлемдердегі бастауыштар: құрылыс алаңында жұмыс қызып жатыр. Бұл жерде жұмыс бастауыш. 2 инженер жаңа үйдің сызбасын қарап тұр. Бұл жерде инженер бастауыш. Жұмысшылар ғимаратты тұрғызып жатыр. Бұл жерде жұмысшылар бастауыш. Жүк көлігі құрылыс материалдарын әкеліп жатыр. Бұл жерде жүк көлігі бастауыш болып табылады. 8-ші жаттығу. Мына нақыл сөздерді көркем жаз. Шаңырағың шайқалмасын. Керегең кең, екі босағаң тең болсын. Төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Мағынасын түсіндіру. Бірінші, шаңырағың шайқалмасын. Отбасың аман болсын, үйің берекелі болсын деген тілек. Екінші, керегең кең, екі босағаң тең болсын. Тұрмысың жақсы, өмірің тыныш, отбасың тату болсын деген мағынада айтылады. Киіз үйге қатысты басқа нақыл сөздер: шаңырағың биік болсын. Отан отбасынан басталады. Үй ішінен үй тікпе, босағаң берік болсын дегендер бар. Шаңырағың шайқалмасын. Шаңырағың не? Бұл жерде сөйлем мүшесі бастауыш. Шайқалмасын, не істемесін. Бұл жерде шайқалмасын сөзі баяндауыш. Осымен бізге берілген тапсырмалар аяқталды. Тапсырмалар түсінікті болса, сау болыңдар балалар. Келесі видеоларды көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.